Саламатсыздар ма? YouTube арнама қош келіпсіздер. Сіздермен бірге Диана. Бүгінгі видеода біз осындай қияр мен қызанақты қысқа дайындау жолын үйренеміз. Алдымен заттарымызды дайындап аламыз. Таза піскен қызанақ, қияр және осындай жасыл көк райханның жапырағы, ас көк, жасыл және қызыл бұрыш, тәтті бұрыштар болуы қажет. Және осындай әші бұрыш. Кішілеуін таңдаңыздар. Осындай бір дәне қажет болады. 2-3 литрлік банкаға біреуі кетеді бізде. Және сарымсақ. Осындай қара қарақаттың жапырағы, иісі жоқ, кәдімгі қарақаттың жапырағы. Егер осындай қарақаттың жапырағы болмаса, орнына басқа да өзіңіз қалаған, осындай мысалы лавр жапырағын қоссаңыздар болады. Кәдімгі лимон қышқылы қажет болады. Қара бұрыш, осындай тұқымы қажет болады. Және кәдімгі аптекада сатылатын, дәріханада сатылатын ацетил салициловый қышқыл қажет болады. Міне осындай астына заттарымыз тере бастаймыз. Осындай ас көгіміздің төменгі жағын иісі өте әдемі болады. Осылай әрбір банкамыздың төмен жағына теріп аламыз. Сарымсағымызды саламыз. Өзіңіздеріңіз қалауларыңызбен қаласаңыздар 5-6, қаласаңыз 10 саласыздар, дәмге қарай қосасыздар. Райхан жапырағын салдым. Әші бұрышты осылай байқансаңыздар, төменгі жағыны шамалы ашып жіберіп салдым. Сонда дәмі әдемі болып тұрады. Міне енді астыңғы жағына қиярларымызды біртіндеп тігінен теріп аламыз. Сонда банкамызға әрі көптеу кетеді, әрі осылай әдемі болып тұрады. Осылай әдемілеп тізіп тереміз. Осылай нығыздап теріп алдық. Енді үстінен қызанақтарымыз саламыз. Мен осыны арнайы кішілеу қызанақтарды шарбағымнан теріп алдым. Балғын, өте осындай иісі керемет балғар бұрышын аламыз. Иісі өте әдемі болады. Біреуін 2-ге бөліп, және бір жағына жартысын, бір банкаға жартысын салдым, және осындай қызыл бұрыш салдым. Қарақаттың жапырағын саламыз. Қалған бос жеріне осындай кішілеу қиярларымызды теріп, әдемілеп саламыз. Міне осылай әдемілеп теріп алдық. Осылай теріп болған соң, кейіннен үстіне енді қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Міне осылай қайнап тұрған ыстық суымызды әрбір банкамызға құйып аламыз. Міндетті түрде толтырып қойыңыздар. Осы банкаларымыздың үстіне кәдімгідей бір қайнатып алған қақпақтарымызды жай былай жауып қоямыз, бұрамаймыз. Бұл бізге жай ғана банкаларымыз ішіне көкөністерді жылытып алуға болу үшін қажет. Міне осылай банкаларымыз жылығанға дейін көрсетіп жатырмын. Мына кастрюлеміз, менде 4 литрлік кастрюль. Ішінде су құямыз. Мына қайнамаған кәдімгідей мұздай су. Мен қазір өлшеп салып жатырмын. 2 литр. Және үстінен 1 литр құямыз. Мына жалпы 3 литр су. Енді жапқандарыңызға көлеміне қарай саласыздар. 3 литр су және қайнап шығуын есепке алғанда тағы да үстіне 100 мл су құйып, газын үстіне қоямыз. Осы суымыз қайнап шыққан соң, әрбір литрінен біз 1 литр суға 2 қасық тұз, 2 қасық құм шекер қосамыз. Сонда бізде 3 литр су болып жатса, демек біз 6 қасық құм шекер, 6 қасық кәдімгідей тұз саламыз. Міне осылай кастрюльдегі суымыз қайнап шықты. Үстіне есептеп тұзымыз саламыз. Үстіне қатты үймей кәдімгідей 1 қасықтан саламыз. 6 қасық тұз, 6 қасық құм шекер салып, қайнағанны күтеміз. Осы 1-2 минут шамасына қайнайды. Қайнаған соң осылай банкаларымызға құямыз. Тұз мен құм шекері таза осыны еру қажет.
сиропымыз қайнап жатыр. Енді осындай салициловый кислотамызды кәдімгідей жақсылап ұнтақтап жібереміз және банкаға салуға дайындаймыз. Осылай 10 минут шамасында уақыт өтті. Сыртына қақпақтарын алып, менде осындай арнайы қақпақ бар. Тесігімен ішіндегі суыны төгіп тастаймыз. Бұл су бізге қажеті жоқ. Кәдімгідей жылы қалады, қолмен ұстауға мүмкіншілік болады. Қаттыстық болмайды. Екінші банкамызды алып төгіп. Міне осылай екі жағынан суыны төгіп алдық. Қара бұрыш бір шай қасықты осылай екі банкаға бөліп саламын. Дәмге қарай қосасыздар. Және ацетилсалициловый қышқылы әрбір банкамызға осындай бір таблетка кетеді. Ұнтақтап аламыз. Міндетті түрде ұнтақтаңыздар. Және екінші банкама салып жатырмын. Бір банкаға біреу жетеді, екеу салмаңыздар, себебі қышқыл болып кетеді. Міне осылай әрбір банкамызға салдық. Енді маңызды жері, мен лимон қышқылын салып жабам, уксус салмаймын. Қазір жерде айтып өтемін. 3 литрлік банкаға мен осындай кәдімгі қарапайым лимон қышқылы көрсетіп жатырмын видеода. 3 литрлік банкаға бір шай қасық саламыз, осындай үйілмеген болады. Ал менде қазір осы жерде 2 литрлік банка, 2 литрлік банкаға жарты шай қасықтан саламыз. Одан артық етпеңіздер, қорықпаңыздар, банкаларыңыз атылмайды. Көпте салып қойсаңыздар, өте қышқыл болып кетеді. Осындай жарты шай қасық, дәл видеодағыдай салсаңыздар, дәмі өте керемет болып шығады. Міне осылай жарты шай қасықтан салып алдық. Міне осылай ыстық сиропымыз ыстық болып тұр. Ақырында үстіне құямыз. Қаласаңыздар банканың үстіне кәдімгідей банкаға арналған воронка, аузы осындай үлкен жер воронка қолдансаңыздар болады. Маған осылай ыңғайлы болып тұр. Толтырып құямыз. Шамамен 2 литрлік банкаға кеткен суымызды қазір шамалаймыз. Бұл жерде менде 1 литрге шамалы жетпес су қалды. Біз 3 литрлік. Демек 1 литрлік банкаға, 2 литрлік банкаға 1 литрден шамалы көпте су кетеді. Міне осылай аламыз. Үстіне тағы да толтырып жібереміз. Міндетті түрде толы болу қажет. Міне осылай толы болып тұр. Кейіннен үстіне стерильный банкалар қақпағымызды жауамыз банкамыз үстіне. Және закрывашкамен нығыздап, қатты етіп бұрап тастаймыз. Бұрап болған соң астын жоғары жағын төмен қаратып, үстіні жылы нәрсемен жауып, бір тәулікке алып қоямыз. Міне осылай әрбір банкамызды жақсылап закрывашкамен бұрап тастаймыз. Асты жағын тағы да тексереміз. Осындай асты резинаның үсті жақсылап нығыздап жабылу қажет. Міне осылай бізде бір тәулік уақыт өткен соң, осылай банкаларымызды аударып, үстін ашып, сіздерге видеоға түсіріп жатырмын. Түрі де өте керемет, дәмі де өте керемет деп толық сенімділікпен айта аламын. Осы тәсілмен мен 12 жыл шамасында осылай етіп жабамын. Дәмі өте жақсы, және ішіндегі рассолын іше бересіздер, себебі ішінде кәдімгідей уксус қышқылы жоқ, бұл лимон қышқылымен жабылған өнім болып шығады бізде. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздер үшін одан да жақсы, сіздерге пайдасын тиетін видеолар шығаруға әрекет жасаймын. Сіздермен бірге болған Диана. Сау болыңыздар.